қазір өсием болып кеткенбіз. Өсием полный группаласыздар барлықтары. Сіз Аружан, сіз Забира, Жансая, сіз жаздыңыз, Дінмұхаммед. Жаздыңыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін бізде сұхбат, Подкаст. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін қайырлы кеш, құрметті көрермен. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Аружан Бұл тұстап тұрады екен, ол мен неге? Басқа телефон жоқ. Бастап кету қиын болған жоқ па? Жоқ, ешқандай қиын болған жоқ. Жоқ, сен сұрағыңа түсінбей қалдым. Бірақ Аружан сұрақ қалса Аружан қарайсың ғой енді. Онда наяққа отырасың ба? Жоқ, нормально. Жоқ, бүйтіп қарап отырсың. Мен ше Дембеле. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін бізде ерекше сұхбат болмақ. Студия төрінде 12 ел, 26 қала аралаған. Оның ішінде Түркия, Германия, Корея елдерінде өмір сүрген Яссауи университетінің инженерия факультетінің 4-ші курс студенті Серікболсын Абдықалық қонақта. Сәлеметсіз бе, Серікболсын, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер, мен қайырлы кеш. Бүгінгі сұхбатқа арнайы уақыт бөліп келгеніңізге тағы да рахмет айтамыз. Сіздерге де осылай шақырып жатқаныңызға рахмет. Қош көрдік дегім келеді. Рахмет. Ендеше алғашқы сұрағымыздан бастасақ. Жалпы студент болып жүріп, шет елге шығу, ел аралы сізге қалай бастап кету қиын болған жоқ па бұл нені шетелді? Жоқ, ондай қиындығы жоқ. Негізі бізде андай стереотип бар ғой. Шетелге шығу, саяхаттау андай бір үлкен бір қиын іс сияқты болып көрінеді. Қорқыныш сияқты, но негізі шын мәнінде олай қорқынышты емес. Саяхат жағынан бір-екі лайфхак, және саяхат саласынан бір-екі ілімдеріңіз болса, саяхаттау негізі аса қатты қиын дүние емес, қайта қызықты. Жалғыз саяхаттап кетудің өзі өте қызық. Жалғыз саяхаттан өте керемет. Жалпы сіз көбінесе жалғыз саяхаттайсыз, Иә. Сол жалғыз саяхаттағанда жаңағы айтып өткен Германия, Корея, Турция мемлекеттерінде бірнеше айдан астам уақыт өмір сүріп келдіңіз. Жалпы саяхаттау барысында бізде Германияда, мысалы Германия, Европада 3 ай тұрып көрдік. Корея мен Түркияда 1 айдан астам өмір сүріп көрдік десем болады. Жалпы ол жақтың мәдениеті, біздің Қазақстан мен ол жақтың мәдениеті, тыныс тіршілігі, өмірі жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, екі елдің арасындағы айырмашылықтар, туризм жағынан қалай дамыған? Енді қалай айтсам болады, бізде туризм шетелге қарағанда аса қатты олай дамыған деп айта алмаймын. Әрине, бұл да бір кемшілік емес, оны дамытатын бізде жастарымыз, осы туризмді, ел жерімізді, өзіміздің ішкі туризмдегі керемет жерлерімізді көрсетіп танытатын біз әрине. Ал енді шетелге келер болсақ, шетелде көптеген туристік орындар бар, әрине туризм жағынан дамып кеткен. Мәдениет саласына келер болсақ та екі жақтың өзіндік ерекшеліктері, айрықшалықтары бар. Мысалы, біздің Қазақстан жағынан тәлім тәрбие ұят, бізде мысалы отбасынан алған тәлім тәрбиеміз бар, сондай бір қазақи, қалай айтсам болады, салт дәстүріміз бар, сонысымен бізде ерекшеленіп десем болады. Ал шетелде, мысалы Германияда, Европада әрине о жақтың да өз артықшылықтары бар, қалай айтсам болады, мысалы тазалығы, әділдігі, адалдығы, және халықтың бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуы, сабырлы болуы, әрине көп артықшылықтар бар. Рахмет. Жалпы енді біз сізді Инстаграм желісіне көп көреміз ғой. Соның ішінде сіздің Инстаграм желіңіздегі кішкене сөзге мен мән беріп қалған едім. Сол жайлы сұрасам, саяхат бәрін өзгертпесе де сені өзгертеді деген сөз. Сіз жалпы бұл сөзді қалай түсінесіз? Бұл ұғымды сіз қай жақтан қолданып өзіңіздің сөзіңізге енгіздіңіз? Жалпы бұл сөз маған өзіме өте қызықты сөз тіркесі болып саналады. Соңғы саяхаттан кейін, мысалы соңында мен Кореяда болдым, Азия елдеріне саяхатта болдым. Содан кейін келген соң осылай жаздым мен. Саяхат, яғни бәрін өзгертпесе де сені өзгертеді деп. Өйткені сіз саяхаттаған кезде, мысалы, шекарадан асып кетсеңіз, басқа елде, мысалы, аэропорттан түстіңіз, уже сіз басқаша сезімде боласыз. Өйткені сіз елдегі бізде тыныс тіршілік,
жұмыс, оқу, үй, барлық мәселелерді елде қалдырып кетесіз. Оны ойламайсыз, сіз шетелде уже түскен соң сол жақта уже сізге өте қызықты болады. Сол жақтың заттары сізге қызықты. Сол жақтың мысалы тыныс тіршілігі, және таңырқап жүресің, мыналар бұлай істейді екен ғой, бұлар мынандай нәрсені былай істейді екен ғой деп. Бұл жақтан андай, біз жақтан андай екен ғой деп, мысалы салыстырмалы түрде болады. Сіз басқаша әлемде жүресіз да, и сіздің миыңыз да демалады десем болады. Елдегі көп мәселелерді сіз ұмытасыз, сол жақта басқаша оймен қайтасыз десем болады елге. Өте керемет. Жалпы енді саяхат деп жатыр ғой. Сіздің саяхатқа ең алғашқы қызығушылығыңыз қалай пайда болды? Сіз бұл саяхаттауға қалай келдіңіз? Не түрткі болды? Саяхатқа негізі менің мектеп кезінен қызықтым десем болады. 3-4 класстан біз қызықтық. Менің өзім атам географ, тарихшы болатын. Ол кісі біздің үйде карталар болатын, Том Глобустар, және Қазақстан картасы, әлем картасы. Сөйтіп мен үйге келем, сабақтан келем, мысалы келем де картаны ашып, әлемдердің астанасын, қай жерде қандай көл бар, мысалы әлемдегі ең ұзын өзен, ең терең көл деген сияқты ана елдің астанасы мынандай, соның бәрін жаттап жүрдім. Маған өте қызықты болды. Және де сол кезде ертең Алла қаласа өссек, осыларды өз көзімізбен көрсек деген сондай бір армандар болатын, армандайтын тұғымыз. Әрине Аллаға шүкір оқу бітіріп, сол қадамдарымыз жай жасап жатырмыз. Өте керемет. Жалпы енді осы географияда астаналарды жаттадым деп жатсыз ғой. Осы географияларды жаттау барысында ең алғаш қай мемлекетке, қай елге барып көрсем екен деп армандағансыз? Және бардыңыз ба сол елге? Жалпы географияны картада көрген кезде мен ең алғаш Америкаға барғым келді. Америка құрама штаттары. Америка құрама штаттарын армандадым, барғым келді. Әлі де армандым десем болады, әлі бармадым. Әлі барған жоқсыз. Алла қаласа, алдағы жылдары бұйырса жол түседі деп жоспарлап отыр. Өте керемет. Жалпы енді осы сіз шет елге шығасыз, әлем аралайсыз, бірақ сонымен қатар сіздің бір жағынан ясауи студент екеніңізді бәріміз білеміз, және де қазіргі таңда 4-ші курс студентсіз. Енді студент болып жүріп шет елге шығу сіздің оқып жатқан сабағыңызға кері әсерін тигізген жоқ па? Әлде сіз тек демалыс күндеріне қарай ыңғайлап шығасыз ба? Қалай айтсам болады, аса қатты кедергісі келмейді. Біріншіден біз университетіме алғыс білдіріп кеткім келеді. Біздің факультетім, инженерия факультеті өте негізі бізде қолдау білдіреді. Әрине қайта студент болу арқылы шет елге шығу оңайырақ дегім келеді. Өйткені көптеген бағдарламалар бар, мысалы студенттерге 6 ай шет елде өзге елде оқып келу, мысалы жаздық бағдарламалар бар, және тәжірибелік бағдарламалар бар, сондайларға тағылымдамалық. Сондықтан қайта студент болып жүру, ел жері аралау, саяхаттау оңайырақ десем болады. Жалпы жаңа ішкі туризм, сыртқы туризм деп жатырмыз. Енді осы шет елге шығу барысында бір сөз бар, жалпы бір кітап оқығанша бір ел көр деген. Жалпы сіз бұл ұғымды қалай түсінесіз? Өзіңіз жалпы қанша кітап оқисыз? Жалпы мен көп кітап оқымаймын, 4-5 кітап оқыған жоқпын. Но айтқым келетіні, бұл ұғымға келісемін десем де болады. Өйткені мысалы өзге елге шықсаңыз, сіз жаңа айта кеттім ғой. Жаңа айтып өткеніңізде, басқаша адам боласыз, басқаша адам болып келесіз, басқа мәдениет көресіз, басқа тыныс-тіршілік көріп келесіз. Енді бұл қалай айтсам болады, салыстырмалы түрде кітаппенен прям айта алмаймын, но өзіндік пайдасы бар. Енді жаңа осы 12 ел 26 қала деп айтып жатыр ғой. Жалпы осы 12 ел 26 қаланы аралағандағы өміріңіздегі ең ерекше ел, бір қызық оқиғасымен өзіңіздің осы 12 елден ерекше болған деген қызық оқиғаңызды айтып өтсеңіз, есіңізде қалған. Қызықты болсын, қиыншылығы болсын. Жалпы енді қиыншылық болмайды емес, болады ғой. Болады. Бізден әрине Европа елдері өте қызықты болды десем болады. Европа елдері. Әр елдің өзіндік негізі қызығы бар. Мысалы Азияға барсақ, белгілі бір мысалы арзаншылық, керемет, тиімді бағаларды көреміз. Мысалы Кореяға барсақ, дамыған инновация, технология көріп жатамыз. Европаға барсақ, мәдениет, тарих көріп жатамыз. Но соның үшін әрине Европада қызықтар болды бізде. Мысалы, қалай айтсам болады, қазір таңда енді ЛГБТ мүшелері дейді, сондай сол ұйымның көптеген парадтарына тап болдық. Европада, Швейцарияда, Германияда. Қандай сезімде болдыңыз? Әрине бізге жат дүние ол. Сондықтан алғашында біртүрлі болдық. Бірақ енді ояқ жақтың идеологиясы жөніндегі осы нәрсені көптеп насихаттайды екен. Байқап жүрмесеңіз өте қауіпті десем болады. Сұхбатымыз соңына жақындап қалды. Енді сізге ең соңғы сұрақтардың бірін қояр болсам, саяхатқа шықпай тұрғандағы Серік Болсын мен саяхаттан кейінгі дәл қазіргі Серік Болсынға қандай баға берер едіңіз? Өте қиын сұрақ десем болады. Әрине саяхаттың пайдасы, қалай айтсам болады, былай көп іс бастауға, көп саяхаттасаңыз көптеген қорқыныштарды жеңесіз десем болады.
мысалы кәсіпте болсын, оқуда болсын, белгілі бір саяхаттан бөлек белгілі бір мәселені шешуде болсын, қалай айтсам болады, батыл шешімдерге Тап оңай боласыз, барасыз. иә. Мысалы саяхаттап көп ел жүріп көріп жүрсеңіз, білмеймін, маған сондай өзім андай тәуекел деп бір кәсіп бастауға, мысалы тәуекел етуге, шетелге шықпағанға дейінгі мен қазіргі кезде мысалы Үлкен айырмашылық бар, иә. айырмашылық бар. Ой өрісі болсын, ел Иә. мәдениет, жер көру Енді ол барлығы бөлек өте- әңгіме иә. десем де болады. Ол жайлы айтатын болсақ қазір ұзаққа Иә, қалып ұзақ кетерміз. болды. Және де енді қазіргі таңда сізді көріп отқан көрермендерге қандай өзіңіздің бір мотивациялық сөзіңізді бір айтып өтсеңіз, ел көрінде жер көрдіңдер деген сияқты Енді өзіңіздің бір сезімдеріңіз болса. ақыл айтатын жаста емеспіз, бірақ бір нәрсе айтқым келеді. Өзім дос жарандарым, студенттерге әрине бірінші очередь университет қабырғасына келген кезде ағылшын оқыңыздар дегім келеді. Тіл Өздеріңіз- өте маңызды. иә, тіл өте маңызды. Ағылшын тілін Жетік меңгеру. студент шақта жетіп меңгеріп алсаңыздар, сіздер ертең саяхаттағанда да қай жақта болмаса қай жаққа шықсаңыздар бүкіл әлемді танисыз десем болады. Сондықтан бірінші очередь ағылшынды оқыңыздар, ағылшынды оқысаңыздар, өздеріңіз қалай айтсам болады, шетелге шығу Өте өздігінен жеңілірек келеді, болады, иә, жеңіл болады, жеңілірек әрі болады. өздігінен алдыңыздан шығып тұрады десем болады шетелге саяхаттау. Өте керемет. Бүгінгі сұхбат беріп, арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сізге тек табыс тілейміз. Бұйырса, әлемнің барлық елдерін өзіңіз армандаған жаңағы Америка құрама штаттарын көру сізге бұйырсын. Бізге де бұйырсын. Иә. Рахмет үлкен. Сіздерге де осылай құрметтеп шақырғандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет айтамын. Баршамызға ел жер көру, тану бұйырсын, және де құр көре қоймай, сол жақтан көргенімізді, білгенімізді, жақсы тұстарын, керемет тұстарын елімізге әкеліп, елімізді көтеріп, дамыту бұйырсын дегім келеді. Рахмет. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Аружан Сапарқызы, Яссауи телеарнасы Travel Production.